келе шығатын резидент Темірлан Өтеғалиев. Шапалақтаңыздар. Ассалаумағалейкум. Мені құттықтап қойсаңыздар болады. iPhone алдым. 11. 300 мыңға. Зарядкасы келген жоқ. Зарядкасы қайда десем, бізде солай, зарядкасын бөлек аласың дейді. Мен 300 мыңға новый телефон аламда. Оған еще зарядка алам ба не? 60 мыңға AirPods наушник алдым. Зарядкасы жоқ. Зарядкасы қайда десем, бізде солай, зарядкасын бөлек аласың. Мен 60 мыңға наушник алам да. Еще оған зарядка алам ба не? Аузың дұрайын, ол кім зарядка жинап атқан, а? Хирург операция жасап болып, адамның жүрегін ауыстырып. Қалған үйге барып тігіп аласың демейді ғой. 3 айлық балаға емшегіңді ашып қойып, мә өзің келіп ем. Екінші мысалым келмей қалды сонда да. Ара-бара телефонның жартысы келетін шығар. Мынаның жартысы қайда? Бізде солай. Жартысын бөлек аласың. Сосын зарядка аласың оған қайтадан. Зарядкаға зарядка аласың, қайтадан зарядка аласың, зарядка аласың, қайтадан. Олар да солай, потому что өмірің зарядка қуып жүреді сосын. Кез келген затта зарядка бар ғой, темекіде зарядка бар қазір. Зарядкам болғанда шын темек шегетін едім. И не істепсің, аяқ киім ұшып қалды. Болды осы жерде қаласың онда. Адамда зарядка болса ше, осылай сөйлеп отырады. Не айтып жатыр едім? Оның үстіне маған ақыл айтады, батарейканың емкостын 80-ден түсірмейді. Мен өзім білем түнім ба. 300 мың қалдым мен оны. Емкостын 80 қылам ба, 280 қылып қоям ба. 63.00-дің уақытында рахат ет бар ғой. 63.00-ге 300 мың берсем, ол кезде маған 3 пакет 63.00 сал жіберетін еді. Ол кезде керісінше бір зат артық келеді. Мә, еще наушнигі бар ма не? Барлықтарының айфондарыңды алғаш құлатып алған кездерің естеріңде ма? Қалаңды құлатып алғандай шоқ! Мен алғаш құлатып алғанда скорый шақырдым мен. Анам 300 мыңға телефон алғанын естіп, айфонға сәби ретінде қарап жүр ғой. Қалай айфонның жағдайы? Жақсы ма? Ауырып тұрған жоқ? Айфонды еміздіңдер ма? Оған дейін менде Huawei болды. Экран сынық. Сынығына асықпай қарасаң, Қазақстанның картасы шығады анадан. Huawei мен QR-ды, iPhone мен QR-ды сканер істеу жылдам. Ал Huawei мен QR-ды сканер істесең, істемейтін еді ол просто. Көп ұстап, ұрасың соттыңды. Huawei, мынаған неге ұзақ қарап тұр мен дейтін. Ирек сызықтар. Huawei мен скриншот істесең енді өте ұзақ. Қычық деп жанынан басасын. Саған керек нәрсе өтіп кетеді. Бұйырғанды деп қарап тұрасың. Сосын ол скриншот істейді, екі фотоның ортасын бейді. Бір жағында сыныптасың, екінші жағында өлім айтып келмейді дейтін уағыз. Сыныптасына қарайсың, өлім айтып келмейді дейтін уағызға қарайсың да алтын гүл! Барлықтарының атын білмейтін достарың бар ма? Танысқан кезде атын сұрауға ерініп қалғансың. Сол қалғаннан қалған. Одан кейін жақсы араласып кеткенсіңдер. Үйіңе келеді, шаруаң көмектеседі, ал сен атын білмейсің. Енді сұрау ұят. Атын білмегеннен телефонға родной деп сохранить етіп қойғансың. Ол шынымен де родноймын деп ойлап жүр.
солай ол өмірден өтеді. Соңында Жәнібек қандай адам еді? Жәнібек. Кешір, родной. Менің Широк дейтін көршім бар. 55-те жасы. Широкқа. Шықтың атсақ ма? Широк жат болды. Широктың жақында шын атын білдім. Әбілмансур екен. Әбілмансурдан Широк болып кету үшін естеу керексің, Пирог болмағанына шүкір айтыр. Әбілмансурдан пирог болсан, сен жеу керек өз. Широктың 2 қызы бар, 1 бала жоқ үйінде. Қар жауған сайын анам маған, Широк ағаңның да ауласын ашы, ода 1 бала жоқ қой дейді. Менің не кінәм бар? Жылы күйіну керек еді кезінде. Ауласы 30 гектар жер, жетіме шет жоқ. Мама, сенің балаң Геракл емес. Гераклдың өзі Широктың ауласын көрсе, мынау маған ауыр болады дейді. Широктың ауласын ашып, өз үйімнің ауласын ашып үйге кіргенде, мама маған неге көңіл күйің жоқ? Неге болу керек айтшы? Балаңа бүйрек іздей бер бар. Алюминовый бетон мен су тасып көргендер бар ма? Ана бетон сусыз 2 тонны ғанау дейтін. Аязда, қыста колонкаға барасың. Бетоныңды арқалап. Колонканың айналасы су шашырап, Асқартау болып жатыр ана жерде. Асқартаудың шыңына шығасың бетоныңмен. Колонканы басасың анау, зіп-зілдей анау дейтін. Мен қатар 2 қолмен басып секіретін едім бейт бара. Напоры жайып 2 күн күтесің, бетонның толғанын. Бетонның аузын жабасын, қарап, покрышка болады. Сосын қақпағын жабасын, сосын өмір жоғалмайтын бір кішкентай ағаш болады. Стырып қоясың. Бетоныңды көздеп тұрып, ана арбаңның кішкентай крючогы болады. Деп әрең саласын 10 тонны бетон. Оны арқалап арбаңды үйге кетіп бара жатқанда бетон арбадан шығып кетеді. Крючокқа ілініп жолда билейді өз дейтін. Шөп жұлуда оңай шаруа емес. Оңай жұлып қатасың, сосын бір тамыры тереңде жатқан көкпет шөпке кездесесің. Мен саған оңай шағылатын жаңғақ емеспін, Темірлан. Жарайды, шөпті қолыңмен 2 орайсың бет. Аяғың нық қоясың да, жер пермен. Сосын носилкаға салып апара жатқанда шөптің ішінде құрт қымыз үстіңе мінеді. Сосын 2 күн жейсің, тез қозғалып өзіңмен. Ауыр жұмыс істеп үйге кіргенде анам бүгін салат жасап шаршап кеттім дейді. Мама, қойшы, сен мені көрсең. Бірақ ең ауыр жұмыс қапаң қарап тұрғанда ғой, әкең қарап тұрғанда. Бар білетін нәрсеңнен айырылып қаласың ғой. Қарапайым алғамен шеге қағалмай, ауаға кетіп ударларың өзі. Жа болды. Алған ұзақ ұстасаң ауырлап кетеді ана дейтін. Вообще тимейді одан кейін. Әкең артында дейді ғой. Анаңның оңбаған жексұрын адам болмайсың деген сөзіңе қарағанда әкеңнің дейтіні бар ғой, жүрекке қатты еді. Әкең жұмсағанда соқырлығың оянады ғой. Атуырка алып кеш бар, алып келем. Қарайсың, жер шарын жоқ, жарты сағат іздейсің. Артыңнан келеттен мүн тұр ғой дейді, мен іздедім осы жерде бар ғой. Сол жерге қарап тұрдым, менен басқа елес бірдеңе бар ма мен жерде? Осы неге әйел адамдар, ер адам үйде бір нәрсе істемей алсам. Осы үйде еркек жоқ дейді.
шақ өтпей қалған. Осы үйде еркек жоқ. Аула жиналмаған еркек жоқ қой үйде. Біз шай әзір болмай қалғанда осы үйде қатын жоқ демейміз ғой. Үй жиналмаған, осы үйде қатын жоқ. Жұрттың қатыны қатын, біздікін білмеймін. Аяқ қол балғада ұйықтағанда домалайды. Құлағы сынған, жынысын ауыстырып алған бір емес па? Мен не түсіндім, мен жақсы адам болып шаршадым өмірде. Еңбекті бағаламайтындар, сендер жеңдіңдер бар ғой. Көшеде келе жатырасың, артыңда әже жол бересің, әже өтіп жатыр. Осыны ертерек істеуің керек еді. Әжеңді. Қасы деді, ама қалып тұрасың, артыңдан жігіт келді. Мен де соқ ет өтіп кетейінші. Өтіп кет ал. Мен кезегім келгенде компьютер істемей, қасы жабылады ғой. Соғың жеркеннен шықсын сенің бар ғой. Ешқандай қызмен сөйлеспейсің, мынау абниксің. Біреу қарызға ақша сұрайды, бересің, қайтаратын уақытында саған ренжиді. Неге сұрай бересің, болмай жатыр. Қалай болмай жатады 2 жылдан бері? Алғаның 1000 теңге емес пе сонда? Жақында бір күнге жаман адам болып көрдім, өмір бақи болғым келіп кетті бар ғой. Жаман адам болып өмір сүрген оңай екен ғой. Көшедегі отырам, артында әже жол бермейсің ғой. Әжека, алдында қадірімді білмедің. Қасы деп тұрасың, артынан бір бетті. Мен де сол кет өтіп кетейінші. Жоқ. Сыртта аққайың тұр, содан ағызып іш бар. Кез келген қызбен сөйлесесің, кейдесесің, сен туралы қасқа қыздар. Осы Темірлан иманды бала да, ешкіммен кездеспейді, адал жігіт ол дейтін. Қарызға ақша сұрайды біреу. Досым, семьям аштан өлейін деп жатыр, ақша берші. Аштан өліңдер, маған ал дейсің. Менің анамда жақсы адам, сүмірейген жақсы адам ол дейтін. Біреумен ұрысып жеңген көрген жоқ өмірінде бар ғой. Өмірінде 35 рет ұрысты, 0-де 35 жеңіс жоқ. Ұрысып жеңіліп атқанда орнына ұрысқың келеді аның бары. Анашым артқа қарай бара тұр. Сенің балаң өсті. Не олды қаншыға? Сөйлемей үйтіп анама. Естен 85-те болсаң жап алдың түсінің ба? Үйтшо, сен кім-екімді семіз шошқасын түсінің ба? Мына шошқаға кет бар. Ол живой очерк деді ма? Живой очерк. Анашым сенің балаң жеңіспен оралды. Көк тудың желбірегені. Өмірде ең оңай нағашы болу деп ойлаймын. Нағашы болудың шарттары: бірінші, аяғынан иіс шығу керек. Екінші, болды, аяғынан иіс шықса нағашысың сен. Менің нағашыларым нағашы ғой. Алыстаған сезесің. Нағашыларым гәтір. Жиенің қызы болса маңдайынан сүйе бересің. Ол болса әпшу-беш болды. Осы күнге дейін әпшу сұрайды менен нағашыларым. Темірлан, әпшу сен нең менен сұрай бересің, а? Өзіңде жоқ балды. Қазір мен шынымен де саған әпшу берсем, сен аяғың жуып нағашылығыңды қойып кетесің вообще. Мен болдым, рахмет барлықтарыңызға. Темірлан, мынау саған барлығы.